өстіп жұмыртқаға қант қосып жақсылап миксерлейміз. Миксер жоқ болса, жаңа айтқанымдай венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Достар, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және бұл жерде шиенің орнына персик шабдалыны қоссаңыздар да болады. Мінекей осылай толықтай қанты ерігенше жақсылап миксерлеп алдым. Енді осы массамызға 2 қасық қаймақ қосатын боламын. Сметананы, магазиннің қаймағы. Үй қаймағын қоссаңыздар да болады, өте дәмді болады. Барлығы жылдам, тез дайын болады. Маған өте ұнады осы бәліш. Қаймақ, сосын сүтімізді қосатын боламыз. Сүтті қосқаннан кейін жақсылап тұрып миксерлейміз. Менің арнама бірінші рет келіп отырсаңыз, және видеомды бірінші рет көріп отқан болсаңыз, арнама тіркеліп алыңыз және видеоларымды сақтап алыңыз. Енді осы массамызға ұнды қосамыз. Ұнды күштен өткізіп алсаңыздар да болады, бірақ міндетті емес. Және қопсытқыш, сосын ванильді қантымызды қосатын боламыз. Барлығын осы қосқаннан кейін тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Бір келгі консистенцияда болғанша қою болу керек біздің қамырымыз. Осы самамыздың консистенциясы қою болу керек. Сұйық болып қалмасын. Егер сіздердің ұндарыңызға байланысты сұйықтау болып жатса, онда тағы да кішкене ұн қосасыздар. Содан кейін сұйық май қосып, тағы да бір араластырып аламыз, миксерлеп. Сонымен біздің бірінші самамыз дайын. Сосын достар, мен өзімнің каналымда аптасына 3 рет, яғни әр аптада 3 рет жаңа рецепттер салып отыратын боламын. Неше түрлі эксперименттер және рецепттердің сырымен бөлісетін боламын. Сол себепті арнама тіркеліп алыңыздар. Ал мынау екінші салма бізде творог, сахар, қант, яғни және жұмыртқа үшеуін қосып, жақсылап миксерлесеңіздер, немесе венчикпен жақсылап араластырып алсаңыздар болады, осылай мен сияқты. Егер сіздерде кондитерлік пакет жоқ болса, кәдімгі салафанға да салып, ұшын қиып тастап қолдана берсеңіздер болады. Енді осылай жаңағы бірінші салмасын салып аламыз қалыпқа. Меніңдегі қалыптың диаметрі сантиметр 26 диаметрлік. Дәл осы мөлшердегі рецептмен 24-22 диаметрдегі формаға жасасаңыздар да болады. Мінекей осылай біздің сүзбелі ірімшігімізді жаңа құйып шығамыз. Бұл жерде біз творогқа жұмыртқа қосқан себебіміз творог қатып, іріп кетпей жақсы болып піседі. Және осылай шиемен үстін әрлеп қоямыз. Бұл шиенің дәмінен өте керемет дәмді бәліш болып шығады бұл. Осы шиенің қышқылдығы қатты үйлесіп тұрды осы творогпен. 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің бәлішіміз дайын. Өте дәмді болды. Жолдасыма қатты ұнады. Обычный творогтан жасалған чизкектерді, песочный тестомен жасалған творожныйды ұнатпайтын. Ал бұл бәлішті прям ұнатып қалды. Бұнда ерекше дәм беретін бұл жерде шиенің қышқылдығы. Ал сіздерге видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде осы бәлішті жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 1000 есе сенімдімін. Дәмі деген енді керемет. Осы бәлішті жасаған жандар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім Ас Софи.